Отау ТВ көрсетпей қалса, каналдардың орындары ауысып кетсе, не болмаса, бірнеше канал жоғалып кетсе, соны қалай жөндейміз? Енді мен сіздерге бұл сабақта отаудың мынандай тюнерында көрсететін боламын. Бұл тюнердің моделі HS8871R. Мен алдыңғы сабақта отаудың мінекей мынандай тюнерында дәл осындай жағдай болса, айтқанымдай отау ТВ көрсетпей қалса, каналдардың орындары ауысып кетсе, немесе бірнеше канал жоғалып кетсе, қалай жөндеу керек екендігін осы тюнерде көрсетіп кеткенмін. Енді мына тюнерге көшейік. Ал енді сабағымызды жалғастырайық. Пульттан меню деген кнопканы басамыз. Шыққан менюдан оңға солға стрелка кнопкаларымен, екеуін біреусімен заводские настройки деген табамыз. Мінекей заводские настройки деген табылды. Енді соған астыға стрелка тұрған кнопканы басып түсеміз. Ортаңғы ОК кнопкасын басамыз. Пароль 4.0. 0-ді 4 рет басамыз. Мына шыққан терезеден көк жазуды ОК-ға апарамыз. Мінекей ОК көк болды. Енді ортаңғы ОК кнопкасын басамыз. Енді мына шыққан менюдан язык интерфейса русскийда қала берсін. Облыстан өз облысыңыз таңдайсыз. Сол үшін оңға қарап тұрған стрелкасы бар кнопканы басып, өз облысыңыз таңдайсыз. Мысалға мен Жамбылский облысты таңдаймын. Таңдау үшін ортаңғы ОК кнопкасын басамыз. Масштаб изображенияға да дәл солай оң жақ стрелка бар кнопкасын басамыз. Жоғары көтереміз. Жоғары стрелкасы бар кнопкамен ортаңғы ОК кнопкасын басамыз. Поиск каналаға да сол ортаңғы ОК кнопкасын басамыз. Енді спутник таңдау үшін дәл солай оң жақ стрелка кнопкасын басып, астыға түсіреміз. Астыға стрелка қарап тұрған кнопканы басып, кассат 3-ке. Кассат 3-ті ортаңғы кнопкамен таңдаймыз дәл солай ОК кнопкасымен. Мінекей сигнал шықты. Демек антенна істеп тұр деген сөз. Енді төмен қарай ең астына осы астыға қарап тұрған стрелкасы бар кнопкамен түсіріп, поиск каналаға ортаңғы ОК кнопкасын басамыз. Енді күтеміз. Мінекей отауымыз көрсетті. Енді түсіндіре алсам, лайк басыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.